Ашулану эмоциясын қалай пайдаға асыруға болады? Ашуын басқарған адам өмірін басқарады. Адам ашуланған кезде өте күшті энергия бөлінеді. Бұл энергияны өзіңіздің денсаулығыңызға нұқсан келтіргенше, бұл энергияны өзіңіздің арман мақсатыңыздың орындалуына жұмсауға болады. Сізді қатты ашуландырған, сізді ызаландырған ситуация болған кезде фокусыңызды бірден өзіңіздің арман мақсатыңызға қарай бұрыңыз. Өзіңіздің ашуыңызды басқарыңыз. Сол кезде, сол моментте өзіңіздің арманыңыздың орындалып жатқан сол мақсатыңыз жайлы ойлаңыз, соны визуализация жасасаңыз да болады. Фокусыңызды мүлдем жақсы жаққа қарай ауыстырыңыз. Осылай сіз өзіңіздің арман мақсатыңыздың орындалуына өзіңіз көмектесесіз. Ашу бұл базалық эмоцияға жатады, сондықтан да одан қорқудың қажеті жоқ. Одан қашудың қажеті жоқ, оны керісінше өзіміздің пайдамызға асыра аламыз. Сондықтан парақшам ұнаса, лайк басып жазылып кетіңіз, ұнамаса просто так өтіп кетіңіз.